Мен Хатенова Майрагүл Мұқарамовна Оңайбай Көшеков атындағы Атырау аграрлы-техникалық колледжінің информатика пән оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрімін. Педагогикалық шығармашылық жұмысының тақырыбы цифрлық білім беру, заманауи оқытудың кілті. Цифрлық технологиялар көптеген елдердің экономикасын дамытуда маңызды рөлге ие. 21 ғасыр ақпараттандыру ғасыры екені белгілі. Ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал ету педагогтен шығармашылық ізденіс пен үлкен сұранысты талап етеді. Оқытушылардың цифрлық сауаттылығы мен акты құзыреттілігін қалыптастыру қазіргі заманның өзекті мәселесі болып отыр. Себебі педагогтерге кезекті біліктілік санаттарын беруде акты құзыреттілігі нақты айтылған. Қазіргі заманғы оқытушының біліктілігінің негізгі элементтерінің бірі акты құзыреттілігі. Жыл сайын кез келген пәнді оқыту деңгейі жоғарылайды. Актыны енгізудің арқасында білім беру процесінің өзі жеке және тиімді бола бастайды. Оқытушының ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдана білуінің арқасында студенттердің ақпаратты игерумен қатар қызығушылық дәрежесін шынымен де арттыруға болады. Мен информатика пән оқытушысы ретінде колледж оқытушыларының және Атырау облыстық педагогтерінің акты құзыреттілігін арттыру жолында әртүрлі шеберлік сыныптар, курстар, оқыту семинарларын ұйымдастыру арқылы өз үлесімді қосып келемін. 2020-2021 оқу жылында қашықтан оқыту кезінде оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету мақсатында қашықтан оқыту кезінде қолданылатын онлайн платформалар тақырыбында колледж оқытушыларына шеберлік сынып өткіздім. Шеберлік сыныптың мақсаты білім берудің біртұтас ақпараттық жүйесін құру арқылы педагогтердің білім деңгейін арттыру. Семинар барысында оқытушыларға Zoom, Google Meet платформаларында онлайн сабақты ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы айтылды. Сонымен қатар сабақты бекітуде, үй тапсырмасын сұрауда QGIS, Kahoot, Learning Apps, Quizlet, Google Form онлайн платформалары арқылы олардың қолдану жолдарын, олармен тапсырма құрастыру барысын тәжірибелік тұрғыдан көрсеттім. Педагогикалық шеберлік орталығының штаттан тыс тренері ретінде 2021 жылы Назарбаев зияткерлік мектебі мен педагогикалық шеберлік орталығының ұйымдастырған жалпы білім беретін педагогтердің цифрлық дағдыларын дамыту тақырыбында біліктілік арттыру курсын жүргіздім. Бұл курста Назарбаев зияткерлік мектебі мен педагогикалық шеберлік орталығының әзірлеген бағдарламасы бойынша қолданбалы бағдарламалар мен офистік бағдарламаларды сабақ барысында тиімді пайдалану туралы айтылды. Педагогтерге кезекті біліктілік санатын беруде электронды портфолио жасақтау туралы нақты айтылған. Сол мақсатта колледж оқытушыларына 2021-2022 оқу жылында электронды портфолио жасау әдістемесі тақырыбында шеберлік сынып өткіздім. Бұл шеберлік сыныпта Google Sites веб қосымшасы арқылы электронды портфолионың жасау жолдары көрсетілді. Оқытушылардың бұл шеберлік сыныпта өздерінің электрондық портфолиосын жасақтады. Қашықтан оқыту жағдайында цифрлық білім беру ресурстары мүмкіндіктерін пайдалану бойынша оқытушыларға әдістемелік көмек беру тақырыбында республикалық ғылыми конференцияда республикалық педагогтермен өз тәжірибемен бөлістім. 2022 жылы тамыз айында білімнің басты құндылықтары отаншылдық, білімге құштарлық, еңбекқорлық тақырыбындағы облыстық тамыз кеңесінің сессия жұмысына информатика сабағында цифрлық білім беру ресурстарының мүмкіндіктерін пайдалану тақырыбында баяндама оқып, өзімнің сабақта қолданып жүрген цифрлық білім беру ресурстарымен бөлістім. Атырау облыстық білім беру басқармасы әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен көшпелі интенсив цифрлық білім беру лагері оқыту семинарында Google Sites арқылы электронды портфолио құрастыру тақырыбында облыс оқытушыларымен бірге колледж оқытушыларына оқыту семинарын өткіздім. Осы өткізген шеберлік сыныптар мен оқыту семинарлары, конференция мен курстардың нәтижесін колледж оқытушыларының акты құзыреттілігі мен цифрлық сауаттылығының өсу көрсеткішін диаграммадан көре аласыздар. Қазіргі уақыт жылдам жылжуда, тез құбылуда. Барлық нәрсенің моделі сәт санап өзгеруде. Кеше ғана үйреніп білген біліміміз бүгін жарамай қалатын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Ендеше қандай жаста болсақ та, қандай жағдайда болса да оқуды, үйренуді тоқтатпаған жөн. Әр күніміз жақсы нәрселерді үйренумен білім көкжиегімізді кеңейтумен өтсін. Назарларыңызға рахмет.